Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қапшағай қаласы нөмір 3 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мақұлжанова Гүлжан Серікқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбековтың Жусан иісі повесінің екінші сабағы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Ал ендеше балалар, бір жағынан өзімізді сергітіп, бір жағынан сабақты еске түсіру мақсатында мен жалғастырамын әдісі арқылы сіздердің Жусан иісі хикаясындағы кейіпкерлерді, үзінділерді қаншалықты есте сақтағандарыңызды тексеріп алайық. Бірінші, алыста қалған балалық шағым, ойымның жарғақ сары тоны қаудырлаған деген сөзді кім айтқанын және де осы үзіндіні жалғастыруларыңыз қажет. Екінші, ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой дегенді кім айтты? Есіңізге түсіріп көріңізші. Үшінші, барлық әріптер тезірек үйретпейді екен, ағама хат жазатын деген сөзді кім айтты? Кекілін қарай өзінің, жаман әліне қарамай деген сөзді кім айтты? Бесінші, қарағым жолың болсын, жақсыдан қалған тұяғың деген сөзді кім айтты? Осы сөздердің авторын тауып, және де осы сөздерді, үзінділерді жалғастырып көріңіздер. Ал ендеше балалар, өзіміздің жауабымызды сәйкестендіріп көрейік. Бірінші, тапсырманың дұрыс жауабы автордың сөзі екен. Екінші, Садықтың сөзі. Үшінші, Аянның сөзі. Төртінші, Есікбайдың сөзі және бесіншісі Бапай қарттың сөзі екен. Енді балалар, сіздерді осы Жусан иісі повесінің мазмұнымен қысқаша таныстырып өтейін. Бірінші бөлімде кішкентай Аян жастайынан шешесінен айырылып, әжесімен бірге бір ауылға көшіп келеді. Осы ауылдың балалары ойнап жүріп жаңа баланы кездестіреді. Балалар Аянмен тез достасып, Аян екінші атаман атанады. Ол ақ көңіл, ақылды бала болған. Негізі ол ешкіммен төбелеспейтін бала еді. Бірақ бір күні Есікбай Аянға өзі тиісіп төбелесе бастады. Бәрібір соңында Аян барлық күшін жинап жеңді. Аян мектепте де өзінің зеректілігін бірінші күннен бастап көрсетеді. Ол ең бірінші хат танып, балаларға көмектескен. Бірде Аян өрісте мал қайырып жүріп, тобығы тайып, одан кейін аяғы тайғыш болып қалды. Екінші, бұл бөлімде Аянның әжесінен айырылғаны, ертегілері баяндалады. Әжесі қайтыс болғаннан кейін оны Бапай атты туысы асырап алады. Бірақ оған дұрыс күтім жасамайды. Әжесі өмірден кетсе де, баланың қамықпауы бәрін таң қалдырады. Балалар күнде оның ертегісін тыңдауды әдет қылдырған. Ауа райы суық болса да, Аянның ертегісін өткізуге болмайды. Ол күнде бір ертегі ойлап тауып, күннің батқанын күтіп, бәріне айтып береді. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, оның ертегісін тыңдаған балалар ертегіге кіріп кетеді. Бұл кезде олар соғыстағы аға-әкелер естеріне түсіріп, оларды тауып алып, бірге соғысуды армандайды. Келесі бөлімде Аянның мінезі туралы айтылады. Аянның мінезі өте қызық еді. Бірде ол тұйық мінезді, бірде өзін мүлде танымай қалады. Ол көп ойынға араласа бермеуші еді, бірақ осы кеште ол бәрін таң қалдырды. Оның шанасына қанат біткендей болады. Осыны көріп Сайын Мұратбеков онымен бірге шана тепкісі келеді. Ол үйде шанасын іздеп жатқанда, әжесі оны ұстап алып төсегіне жатқызады. Осы кештен кейін Аян дағдылы шана тебетін болды. Ол балаларға ертегісін айтып, тамамдаған соң біреуміздің шанамызды сұрап, сырғанақты жападан жалғыз түнге дейін ойнайтын болды. Бір күні барлық ауыл балалары Аянның ертегісін тыңдауға жиналғанда, Аян көкесінің өзінің киімінен жусанның иісі шығатынын айта бастады. Оның көңіл күйі өте жақсы еді. Одан соң балалар Аянға шана беру кімнің кезегі жөнінде килігеді. Аян осы түні ерекше қызықты, бір көзді дәу туралы ертегісін бастайды. Барлық балалардың үрейлері ұшады. Сөйтіп отырғанда шөптің арғы жағынан өрт шығады. Балалардың барлығы қора үстінен секіріп қаша жөнеледі. Ең соңында Аян қалып қойып, қора үстіне секіріп жатқанда аяғын ауыртып алады. Осы кезде ауыл бригадирі Тұржан келіп, Аянды соққыға жығады. Ауыл адамдары Тұржанға наразылық білдіреді. Осыдан кейін Аян аяғынан тұра алмай, төсек тартып жатып қалады.
Біраз уақыт өткеннен кейін Аян жазыла бастайды, бірақ ол енді бұрынғыдай мүлдем ойнамайтын болады. 4-ші бөлімнің басында әжесі қайтыс болып, Бапайдың қолына түскен Аянға оның досы келеді. Аян қуанып өз ертегісін бастайды. Ертегісі баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын еді. Бапай да, оның әжесі де олардың әңгімесіне құлақ салмайтын. Бірақ бусанған қарт рахаттана кекіріп қоятын да: «Енелеріңді ұрайын, осы екеуің-ақ сыбыр-көбірің бітпейді екен, қыз алып қашқалы ақылдасып жүргеннен саусыңдар ме?» деп әзілдейді. Бір күні балалар екіге бөлініп қар атқыласып ойнамақ болады. Бұл ойынға Аян да қатысқысы келген. Бірақ лезде жүгіре алмайтындығынан атаманның екеуі де оны алудан бас тартты. Бұған ашуланған Аян Асылбек шалдан тобығын салып беруді сұрайды. Асылбек шал баланың өтінішін орындайды. Бірақ амал не? Аян мұнан кейін де тобығын тайдырып алады. Бұл көктем кезеді. Сонда Аян өгіз айдап, өгізден домалап түскен кезде тобығы тайды. Кейін Аянды балалар үйіне жібереді. Аян халықпен қоштасып, мен әлі бәріне хат жазып тұрамын деп кетеді. Балалар, енді сіздерге атасқан эпизодтарды уақыт тізбегі диаграммасына салып жүйелеу қажет. Яғни сіздер эпизодтарды рет-ретімен қоюларыңыз керек. Бұл үшін сіздер жаңағы мен айтып шыққан әңгіменің реті бойынша немесе осы жерде берілген сілтеме бойынша уақыт тізбегін дұрыстасаңыздар болады. Онда балалар дұрыс нұсқасын қарап көрейік. Бірінші, Аянның автор ауылына көшіп келуі. Екінші, бірінші сыныпқа қабылданып хат жазып үйрену. Үшінші, Аянның әжесінің қайтыс болуы. Төртінші, Аянның ертегі айтып бастауы. Бесінші, әкесінен қаралы қағаз келуі. Алтыншы, Аянның балалар үйіне кетуі. Жетінші, Аянды еске алу. Екінші тапсырма. Берілген үзіндіні оқыңыздар. Сол кездегі балалардың ойынын қазіргі балалардың ойынымен Вен диаграммасына салып, салыстырып көріңіздер. Жарайсыздар балалар. Сіздер тапсырманы қызығушылықпен сәтті орындап шықтыңыздар деп сенемін. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Екі түрлі түсініктеме күнделігі әдісі арқылы сіздерге дәптердің бетін ортасынан тік сызықпен бөлу сұралады. Және әңгімені оқи отырып, кестені толтыруларыңыз қажет. Бөліктің оң жағына мәтіннен қатты әсер еткен тұстардың үзінділерді жазасыздар. Бөліктің сол жағына сол әсер еткен үзінділер жайында пікір жазасыздар. Нені еске түсірді, оның еске түсуіне қандай себеп бар деген сияқты сұрақтарға жауап жазуларыңыз қажет. Сабақ соңында сіздерге автордан хат келген екен. Балалар, авторымыз сіздерге жусан иісін сезіп көрсін деген мақсатпен жусан шөбін, онымен бірге өздеріңізге ізгі тілектерін де салып жіберген екен. Білімді, жан-жақты бол, әр іске бар ынтаңмен кіріс, сонда ғана алынбайтын қамал болмайды дейді. Қандай қиыншылық болса да сабырлы, төзімді болуға шақырады. Достық ұлы сезім, достарыңды қадірле, адал бол дейді. Қайда жүрсеңіздер де туған жеріңізді ұмытпай қадірлей түсіңіздер. Балалар, авторымыздың ізгі ниеттеріне қосыла отырып, сіздерге қазақ халқы ешқашан жетімін жылатпаған, мейіріммен қарағанын, сіз сол ұлттың ұрпағы екендігіңізді, әрқашан мейірімді болуға тиіс екеніңізді айтқым келеді. Тәртіпті, білімді болуға тырысыңыздар. Жетім көрсеңіздер, жебей жүріңіздер. Туған жерді қадір тұтыңыздар. Достарыңызға адал болыңыздар дегім келеді. Сабақ соңында сіздерге рефлексия ұсынамын. Сізге сабақ ұнады ма? Көңіл күйлеріңіз қандай болды? Қиын және жеңіл жерлер болды ма? Тапсырмалар сіз үшін ауыр болды ма? Сіздің ұсынысыңыз бар ма? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.